армысыз ағайын. Жақында осы бір дүкенге кірдім, осы Астанада. Сонда бір ана неден, Ресейден қуып жатыр ғой, мына мигранттарды, тәжіктерді атап айтқанда. Сол тәжіктер қазір қаптап бізге келіп жатыр. Соның бір көрінісін көрдім. Бір дүкенде, дүкен ашқан, андай дүние сататын, андай сөмкелер, киімдер, аяқ киімдер, дүкен. Тәжіктер кілең жас қазақ қыздарды алып алған. Толып жүр қазақ қыздар, жау жас қыздар. Бәрі сүлпілдеп солармен орысша сөйлейді, біріншіден. Және орысшаға үйретіп жүр, аналар енді тілге шорқақтау ғой. Ешкім оларды қазақшаға үйретіп жатқан жоқ. Оларда аналарда ешқандай ниет жоқ. Мен бұрыннан байқап жүрмін, тәжік деген ұлттың өкілдері қазақ сөйлеуге осында қанша мен көрдім, оларда осыны бұрыннан жұмыс істеп жүргендерді. Ешқайсысы да мына орекеңдер сияқты ешқандай не жоқ, танытпайды, менсінбейді. Ешқандай кәдімгі менмендік те оларда бізге деген. Өзі бізді кем санайды, бірақ бізге келіп жұмыс істейді. Біздің нанымызды жейді, бірақ бір ауыз сөз айтуға нетпейді ғой, талпынбайды ғой, бір ауыз сөз айтуға тіпті нөл. Және енді қаранда кілең жас қазақ қыздарын алып, олардың ар жағы не болатынын түсінікті шығар. Ары қарай кешке қарайын шыға не істейтіндері, не үшін алғандар бәрі оның түсінікті ғой. Енді қыздарды тоқтата алмайсың, қалай нетесің оларды, не деп айтасың саған. Ана неде жесекші болып жүргендері де жоқ, қаншама мыңдап. Сол сияқты оларда сол мәдениетте жезөкшелер ғой, былайша айтқанда. Енді оған ештеңе істей шығармыз нақты, бірақ просто еске салып қойып жатырмын ғой, бұл халықтың несін, ниетін бізге деген нан тап сол мыналар сияқты. Нанымызды жеу, біздің қызығымызды көру, біздің елдің, ұлттың, бірақ бізді менсінбеу. Сондай мәселе бар. Кішкене көңілге алып қалдым бірақ амал жоқ. Не істеуге болатынын мен білмеймін, айта алмаймын. Осылай істейік. Ешқандай менде не жоқ. Енді ең бастысы андай араздықты оздыруға болмайды, бірақ бір қандай да болмасын бір ой қалу керек шығар деп ойлаймын. Не айтарына нақты менде бұл жерде не жоқ, әңгіме жоқ, шынымды айтайын. Білмеймін, бірақ көңіліме тиіп тұр. Неге басқа ұлт өкілдері мемлекет тілде сөйлеуге ешқандай ынталары жоқ, ниеттері жоқ, ешқандай бір талпыныс жасамайды. Сосын өзіміздің мына ауысып кеткендер басқа тілге ағайындар неге талпыныс жасамайды? Оның жауабы болып оңай. Өйткені біз ұшып ала жүгіреміз, басқа ұлтты көрсек, солардың тілінде сөйлеуге, жат тілде сөйлеуге. Өзіміздің ағайындарды да көрсек, жат тілде сөйлеп тұрған. Бізде соған көше саламыз, ешқандай несіз, қиындықсыз. Бірен саран адамдар болмаса, барлық жерде қайталанып отырады. Мысалы, автобуста аялдаманы айтады, мемлекет тілде, сол бойда жат тілде айтады. Ол не үшін керек, кімге керек? Мысалға, барлық жерде, барлық құжаттарда, барлық жерде жат тілде. Екі жағында екі тілде тұрады. Кімге керек ол? Соның бәрін қолға алу керек, жаймендеп бәрін құрту керек, сондай нені жағдайда. Содан басталады. Ұсақ-түйек жоқ бұл жұмыста. Соны әркім өзің отырған жерінде соған жұмыстану керек. Ол қиын емес қой, көшеге шығу емес, митингке шығу емес. Жайменде өзің отырған жерінде заңды түрде сол жұмыс 109-ға соғып, хаттар жазып, немесе ауызша айтып, кіріп шығып, депутаттар болсын, әкімшілік болсын, барлық жерде айтып, құзырлық мемлекеттік органдарға барып, немесе соның өкілдеріне айтып, соның бәрін және өзарада айтып, барлық жан-жерде ең бастысы дөрекіліксіз, өте сыпайы, бірақ нақты, тұрақты сондай жұмыстар жүргізуіміз керек. Ешкімді айыптамай, әркім өзінің несін қорғайды, өзінің кеңістігін қорғайды. Сондықтан айыптап керек емес. Бұлардың аталары, біздің аталарымыз деген қателіктер жасаған жоқ. Біздің аталарымыз тек басып алғанына мәз болып, 10% алып отқанына мәз болып жүрді ғой.
Бұлардың аталары келді де қырып жойды, өздерінің үйлерін салып алды, бізді шетке тықты, тілімізден айырды, тарихымыздан айырды, мәдениетімізден айырды, сөйтіп өздері отырып алды. Енді содан айырылғысы келмейді. Сондықтан ол өздерінің кеңістіктерін қорғауда. Сондықтан ол үшін айыптап керек емес. Біз өзіміздің кеңістігімізді қорғауымыз керек. Соған мәселе, соған назар аудару керек. Бүкіл энергияңды, бүкіл әл-қуатыңды соған жіберу керек. Айыптауға емес, өзіңнің кеңістігіңді қорғауға. Рахмет. Армысыз ағайын, ары қарай жалғастыра берейік. Тіл үшін күресте ешқандай ұсақ-түйек жоқ. Әрбір жерде, біздің елімізде, өкінішке орай әлі де сол, әрбір дүкендерде, андай үлкен дүкендерде, мына желілі дүкендерде, мысалға, немен дауыспен сөйлейді ғой, мұнда кел, кассир ана жерге бар деп, сондайдың бәрі жат тілде жүреді, байқасаңыздар. Барлық дүкендерде кілең қазақ болса да, тіпті болмаса да, қандай айырмашылығы бар. Бұл біздің жеріміз, біздің мемлекетіміз. Бәрі де жат тілде жүреді, ешкім оған назар аудармайды. Барлық жерде жазбалардың бәрі жат тілде. Барлық мына шаң сорғыштар, мысалға тоңазытқыштар, кір жуғыштар, лифтілер, кіреберістер, подъездер, бәрінде андай дауыстық нелер болса, немесе түсініктеме бірдемелер болса, тек қана жат тілде. Соған назар аудару керек. Соның бәрін әркім өзінің жүрген жерінде соны 109-ға хабарлайсың ба, басқа нетесің бе, айту керек соның бәрін. Өндірушілер осындай мына техниканы жасайды мысалға. Олар өздерінің алгоритмдері бар, сол немен қарайды, қандай тілде қай жерде сөйлейді. Мысалға мына кішкентай Эстония, бір 900 мың эстоны бар. Соларға бүкіл құрал сайман бәрі сол эстон тілінде келеді. Латыштарға латыш тілінде келеді. Литвандарға литван тілінде келеді. 1-2 миллион ғана халық. Соларға өндірушілер солардың тілінде береді. Себебі олар өз тілінде сөйлейді. Тек біздің қазақтарға ғана жат тілде келеді. Өйткені біздер бәрін жат тілде сөйлейміз, жат тілде түсінеміз. Сондықтан осының бәрін қолға алып, әркім өзінің отырған жерінде соған жұмыстану керек. Жүрген жерінде сондай олқылықты көрінмек, құлағына кәдімгі бір жебедей қадалу керек, сол миына кіру керек, сол дұрыс емес деген нәрсе. Бұл деген болмайды деген нәрсе. Сол кезде біз өзгертеміз, бәріміз жан-жақтан жаулай беру керек, сөйлей беру керек, айта беру керек, шұқылай беру керек. Сол кезде ғана өзгереді. Назар аудару керек ол үшін. Назар аудару керек. Селқос болмау керек. Соған сіздерді шақырамын. Рахмет назарларыңызға.